Ассалаумағалейкум. Қарағандыдан барлығына сәлем. Жалпы сіздердің сұраныстарыңыз бойынша бүгін бір видео салайын деп отырмын. Көпшілік подписчиктерім сұрақ қойып жатыр. Қазір неге видео көп салмай кеттіңіз деп. Енді қазір күз болғандықтан қысқы дайындығымыз бар. Барлығына өкінішке орай үлгермей жатырмыз. Но енді үйді салып жатқандықтан қысқа дейін барлығын жылдам үлгерейік деп видео салуға сәл уақыт жетпей жатыр. Енді өзімнің үйім туралы сіздермен бөлісіп кетсем деп едім. Менің шаруашылығымды, менің үйімді тамашалаңыздар. Дайын болсақ, бастаймыз. Мынау енді ардақты ағайын 4 жылдан бері салып жатқан үйім. Өзім жақында үйлендім, кішкентайлы болдым. Сондықтан енді осы отбасым тұрсын деп әке шешеммен барлығымыз тұратындай үй салып жатырмын. Соңғы уақыттарда мінекей осындай гараж салдым. Бүгін планда сыртқы коридорда салу бар. Мінекей осы жерде үлкен коридорымыз болады. Мінекей екінші қабатқа әлі кірген жоқпыз. Бірінші қабатқа қана кірдік. Мынау артқы салқын коридорымыз. Ішінде көмір қора барлығы бірге тұратындай. Осындай жұмыстардың арқасында өкінішке орай видеоны салып үлгермей жатырмын. Күнделікті кешкі уақыт біздің құстарға тамақ беретін кез келді. Ал шығыңдар. Еттәне. Біраз шөп жейді, аралайды, айналып қайтып келеді. Сондықтан енді жалпы осы туралы айтып өтейін дегем. Үлгермей жатырмыз, кішкене кешірім өтінем. Қалай уақыт шығады, міндетті түрде жаңа видео салатын боламын. Және де мынау күрке тауықтармен бірге бір 10 шақты несушка тауықтарын ұстап жатқан жайым бар. Оларға да түрлі комбикорм берем. Күніне 10 шақты жұмыртқа беріп тұр әзірше. Міне күрке тауықтарға ардақты ағайын осындай жем беріп жүрмін. Бұның құрамында үлкен кесе мен 6 кесе кебек, 8 кесе отход, зерноотход, жарма жем. Сосын сығылған күнбағыс, майын сығып алған күнбағыс, мясокостная мука, жаңағы сүйек пен еттен жасалған ұнтақ, және сұлы емес, кешірім өтінем, арпа. Ұнтақталған арпа 4 кесе. Мясокостная мука мен күнбағыс жарты кеседен көп, бір кесеге таяу қосылған. Осыны күрке тауықтарға да берем. Тек тауықтарға берген кезде бұған жұмыртқаның сыртын ұсақтап, соны қосып берем. Қазір көретін боламыз. Міне күрке тауықтарымның жемі салынды. Шөптерін жеп, қайтып келген күрке тауықтарды жайылып келген. Өздері білет тамақ жейтін уақытын кіргіземіз. Ал кеттік. Аштан өлейін деп жүргенде кіреді ғой, шіркін. Ар жаққа неге бармай жатыр. Жалпы осы күрке тауықтарға осындай таза су береміз.
Жалпы міне осы біздің күрке тауықтар ойдағыдай өсіп келе жатыр. Әлі алда талай қызықты видеолар болады. Бұлардың сойғаннан кейінгі салмағы, қалай сою керек, қалай өңдеу керек, шама келіп жатса қалай сату керек, инкубаторды қалай істеу керек деген сұрақтардың барлығына видео жүзінде жауап берсек деген ойымыз бар. Қазір күрке тауықтарымыз 5 айға таяп қалды. Құдайға шүкір, ешқайсысы аяққа жатқан жоқ. Ешқайсысына витамин жетіспей жатқан жоқ. Қазір күрке тауықтарымыз түлеп жатыр. Ақырында мынау күздің алдында менің байқауым бойынша мынау желкелерінің тұсындағы жүндері түседі, міне байқасаңыздар. Осы жүндері түсіп, орнына жаңа қауырсындар өскеннен кейін бұлар бойын өсіріп болды деген сөз. Ары қарай салмақ жинай бастайды. Салмақ жинай бастайды деген сөз. Яки енді 1-2 ай сонымен жаңа жылға қарай бұйыртса соямыз. Ардақты ағайын, каналымыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып, каналымызды қолдап жіберіңіздер. Сіздермен болған қарапайым қазақтың баласы. Қош, сау болыңыздар.